19 қаңтар христиан дінінің ең көне мейрамдарының бірі шоқыну мерекесі. Десе де бұл биылғының бұрынғыдан ерекшелігі сол, ондағы қауіпсіздік шаралары күшейтіледі. Өңірлік коммуникация қызметі жауаптыларды жинап брифинг өткізді. 18-ден 19 қаңтарға қараған түнде православие әлемі крещение Господне мерекесін атап өтеді. Бұл күні дінге сенушілер тазартылған бұлақтарға баруға тырысады. Шымкент қаласында бұл іс-шара Әл-Фараби ауданында орналасқан Қошқарата өзенінің бастауы маңында өтеді. Діни мереке аясында төтеншеліктер күшейтілген режимде жұмыс істейді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін іс-шара орнына 2 арнайы техника мен 10 маман жұмылдырылады. Сала жауаптылары сақтық шарасын қатаң сақтауға шақырады. Сұрағыңызға рахмет. Жыл сайын біздің Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті осы Қошқарата өзенінің бастауында суға түсуге келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізіп келе жатыр. Яғни осы ағымдағы жылы 18-не 19-на қараған түні біздің Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамы, яғни жедел құтқару жасағының қызметкерлері, апаттар медицинасы орталығының медиктары және де құзырлы мекемелер, ол айта кететін болсам, полиция департаменті және жедел жәрдем қызметінің мамандары осы орында кезекшілікті ұйымдастырамыз. Яғни адамдардың суға түсуін қамтамасыз етеміз, суда қауіпсіздік ережелерін сақтап, жаңағы айтып өткен алкогольдік ішімдіктерді ішпеу бойынша, кішкентай жасөспірімдерді үлкендердің қарауынсыз суға шомылдыру бойынша, яғни сол жерде мұз қататын болса, сол жерде адамдардың суға тайып кетпеуін сол жерде бақылап кезекшілікті жүргізетін боламыз. Ал қауіпсіздік ережесін елемейтін азаматтарға әкімшілік айыппұл салынады. Құтқарушылар әсіресе тұрғындарды мас күйінде шомылмау керектігін ескертеді. Шара аясында балаларды бақылап, ата-аналарды өте сақ болуға шақырады.